Бір нәрсені түсіну керек, өмір өте тез өтеді. Кеше ғана сен бала едің, ешқандай уайым жоқ, болашақ алда сияқты көрінді. Бірақ уақыт тоқтамайды, бір күні сен есейесің. Жылдар өтеді, күндер бір-біріне ұқсап кетеді. Көп адамдар осы кезде бір үлкен қателік жасайды. Олар өмірді кейінге қалдырады. Олар өзіне ертең бастаймын, әлі уақыт бар, бір күні бәрі өзгереді дейді. Бірақ шындық мынада, ештеңе өзінен өзі өзгермейді. Егер сен бүгін ештеңе өзгертпесең, ертең де дәл сол өмір болады. Бір аптадан кейін де, бір жылдан кейін де. Көп адамдар өз өміріне риза емес, бірақ олар ештеңе істемейді. Олар тек шағымданады, олар менде мүмкіндік жоқ, менде уақыт жоқ, менде жағдай жоқ дейді. Бірақ сол адамдар күн сайын сағаттарын телефонда өткізеді, пайдасыз нәрселерді қарайды, бос әңгімеге уақыт жұмсайды. Сосын олар өмір неге өзгермейді деп таңғалады. Шындық өте қарапайым. Өмір үлкен өзгерістерден емес, кішкентай әрекеттерден өзгереді. Күн сайын аздап оқу, күн сайын аздап еңбек ету, күн сайын өзіңді аздап жақсарту. Басында бұл кішкентай болып көрінеді, бірақ уақыт өте келе сол кішкентай әрекеттер үлкен нәтижеге айналады. Бір жылдан кейін сен артқа қарап, қаншалықты өзгергеніңді көресің. Ал ештеңе істемеген адам сол орында қалады. Тағы бір маңызды шындық бар. Ешкім сенің өміріңді сен үшін өзгертпейді. Ешкім сенің арманыңды орындап бермейді. Саған біреу келіп, міне сенің жаңа өмірің деп айтпайды. Барлығы сенің шешімдеріңнен басталады. Сен өзіңе сенуің керек. Сен өзіңе мүмкіндік беруің керек. Және ең бастысы, әрекет етуің керек. Өйткені уақыт өтеді. Бір күні сен артқа қарап өзіңе сұрақ қоясың. Мен шынымен өмір сүрдім бе, әлде мен тек уақыт өткізіп жүрдім бе? Сондықтан бүгін шешім қабылда. Өміріңді өзгертетін үлкен мүмкіндік күтпе. Кішкентай қадам жаса, бір нәрсе баста, бір нәрсе үйрен. Өйткені үлкен өзгерістер әрқашан кішкентай қадамнан басталады. Есіңде болсын, сенің өмірің сенің қолыңда.